Сәлеметсіздер ме балалар? Математика пәні 4-ші сынып 3-ші сабақ. Көп таңбалы сандар. Сандардың реті. Оқу мақсаты. Көп таңбалы сандардың құрылу жолын түсіну, натурал сандар қатарындағы миллион көлеміндегі санның орнын анықтау. Санаудың ірі бірлігі миллионды құрастыру, 100 миллион көлемінде санау, жазу, салыстыру. Сабақ мақсаты. Миллион көлеміндегі сандармен танысасың. Көп таңбалы сандарды оқуды, жазуды және салыстыруды үйренесің. Оқулықпен жұмыс. Бірінші тапсырма. Кестеде көп таңбалы сандар жазылған. Оларды қалай оқиды? Бірліктер класының атауы айтылама. Мыңдар класының атауы ше. Кестеде жазылған сандарды оқы. Бірінші класс. Бірліктер, ондықтар, жүздіктер класы. Екінші класс. Бірлік мыңдықтар, ондық мыңдықтар, жүздік мыңдықтар класы. Үшінші класс. Миллиондар класы. Бірлік миллиондар, ондық миллиондар, жүздік миллиондар класы болып бөлінеді. Енді берілген сандарды оқып шығайық. 5107, 45008, 345060, 360289, миллион. Есіңе сақта, әрбір класста 3 разрядтан бар. Әр класс бойынша разрядтардың атауы ұқсас. Бірліктер, ондықтар, жүздіктер. Бірліктер класында санау бірліктермен, мыңдықтар класында мыңдықтармен, миллиондар класында миллиондармен жүргізіледі. Екінші тапсырма сандарды оқы және салыстыр. Мына жерде бірнеше сандар берілген екен, осы сандарды бір-бірімен салыстыруымыз керек. 5980 кем 9000-нан, 125 кем 55352-ден, 33000 кем 100.055-тен, 483.213.478-ден артық, 650.000 65.000-нан артық, 999.999 миллионнан кем. Есіңе сақта, көп таңбалы сандар жоғары разрядынан бастап салыстырады. Топтық жұмыс 3-ші тапсырма. Сандарды өсу ретімен орналастыр. 101.000 110, 110.000 100, 101.000 1, 100.000 11, 101.000 1, 101.000 110, 110.000 100. Есіңе сақта, көп таңбалы сандарды дұрыс жазу үшін жоғарғы кластың бірліктерінің санын жаз. Келесі кластың бірліктерінің санын жаз. Ыңғайлы болу үшін әр 3 цифрдан оңнан солға қарай санап арасын ажырат. 4-ші тапсырма. Мәтінді оқы. Шетелдік турист айтылған сандарды жазып алғысы келді. Бірақ есту бойынша жазғандықтан көп қате жіберді. Оған 505 атады. Ал ол 5005 деп жазды. 550-дің орнына ол 50.050 деп жазды. 50.050-дің орнына 500.050 деп жазды. Туристке айтылған сандарды дұрыс жазып көрсет. 505, 550, 5050. 5-ші тапсырма. Көп таңбалы сандарды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде қалай жазуға болады? Мысалды қара. Берілген сандарды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз. Үлгі. 71362 санын 70.000 қосу 1000 қосу 300 қосу 60 қосу 2 деп жазамыз. 902.005 санын 900.000 қосу 2000 қосу 5 деп жазамыз. 950.402 санын 900.000 50.000 қосу 400 қосу 2 деп жазатын боламыз. Сіздер де осындай қылып жазып шығасыздар. 6-ші тапсырма. Мәтінді оқы, сандарды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде көшіріп жаз. Қазақстанның солтүстігі мен батысында Ресеймен 7591 км, шығысында Қытаймен 1782 км, оңтүстігінде Қырғызстанмен 1241 км, Өзбекстанмен 2354 км және Түркменстанмен 426 км ортақ шекарасы бар. Еліміздің құрлықтағы шекарасының жалпы ұзындығын тап. Ол үшін алдымен сандарды разрядты қосылғыштарға жіктеп аламыз. 7591, 7000 қосу 500 қосу 90 қосу 1.
1782, 1000 қосу 700 қосу 80 қосу 2, 1241, 1000 қосу 2, 200 қосу 40 қосу 1, 2354, 2000 қосу 300 қосу 50 қосу 4, 426, 400 қосу 20 қосу 6. Енді жалпы ұзындығын табамыз. Ол үшін барлығын қосып шығамыз. 7591-ге қосамыз 1782-ні, оған 1241-ді қосамыз, және 231-ді қосамыз, оған 426-ны қосамыз. Тең 13391-ге тең. Есепті теңдеудің көмегімен шығар. Қала мектептерінің бірінде бастауыш сыныпта 260 оқушы, ортаңғы сыныпта 340 оқушы, ал қалғаны жоғарғы сыныпта оқиды. Егер мектепте барлығы 980 оқушы болса, жоғарғы сыныпта қанша бала оқиды? Ол үшін есептің шартын құрып аламыз. Бастауыш сыныптар 260 оқушы, ортаңғы сыныптар 340 оқушы, жоғарғы сыныптар белгісіз. Оны x деп белгілейміз. Барлығы 980 оқушы. Енді теңдеу құрамыз. 260 қосылған 340 қосу x тең 980. 260 пен 340-ты қосамыз, 600 қосу x тең 980. X тең 980-нен 600-ды азайтамыз, x 380-ге тең. 260 қосылған 340 қосу 380 тең 980-ге. 980 тең 980. Жауабы жоғарғы сыныптарда 380 оқушы. 9-шы тапсырма, ойлан және жауап бер. Алия мен Айнаның салмағы бірге алғанда 40 кг тартады. Айна мен Болат бірге 50 кг. Болат пен Серік бірге 90 кг тартады. Серік пен Арманның салмағы бірге 100 кг. Арман мен Алия 60 кг. Алияның салмағы қанша килограмм? Алия мен Айна 40, Айна мен Болат 50, Болат Серік 90, Серік Арман 100, Арман Алия 60. Барлық теңдеулерді қосамыз. 2 көбейту Алия мен Айнаның салмағы, оған Болат пен Серіктің салмағын және Арманның салмағын қосқанда 340-ға тең. Немесе Алия мен Айман қосу Болат пен Серік және Арманның салмағы 170-ге тең. Осы теңдеулерден екінші және төртінші теңдеулерді азайтамыз. Алия тең 170-тен азайтамыз, 50 қосу 100 тең 20 кг. Яғни Алияның салмағы 20 кг-ға тең. Үй тапсырмасы. Диаграммадан жылдар бойынша салынған мектептердегі орын санын анықта. Оларды кему ретімен жаз. Ең көп және ең аз орын санын салыстыр. Енді осы берілген сандарды разрядтық қосылғыштарға жүктейік. 70485, 50.000 қосу 400 қосу 80 қосу 5. 46802, 40.000 қосу 6000 қосу 800 қосу 2. 52591, 50.000 қосу 2000 қосу 500 қосу 90 қосу 1. 52414, 50.000 қосу 2400 қосу 10 қосу 4. 34873, 30.000 қосу 4000 қосу 80 қосу 70 қосу 3. Сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз, сандармен 4 теңсіздік құрастыр. Оны енді жаңағыдай етіп жаздық, 4 теңсіздік құрастырасыздар. Мен мынандай етіп құрастырып қойдым, өздеріңізде қарап, әртүрлі қылып құрастырып алсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет балалар, сау болыңыздар. Сабағымыз осымен аяқталды.